Әдістемелік құралды қалай жүктейміз? Алдымен Google-ға ұстаз деп жазамыз. Ұстаз платформасы ашылады. Басасыз. Ары қарай ECP арқылы кіру. Одан кейін папканың тұсын басасыз. Қай жерде сізде таңдайсыз, путь таңдайсыз, рабочий столда болса рабочий столда, ECP-ні таңдайсыз, ECP-ні таңдайсыз да. Кілтін енгізесіз, паролін енгізесіз. Комиссия мүшесі болмаса директорның ECP-сімен, юр ECP-сімен кіресіздер. Жоғарында фамилия шығады. Подписать деп астын басасыздар. Ары қарай осындай терезе шығады. Енді осы терезенің ішінде сіз деректерді енгізу дегенді басасыз. Және оқу әдістемелік материалдар басасыздар. Мына жерде енгізілген оқу әдістемелік материалдар тұр. Қарасаңыздар, міне көкпен жанып тұр. Яғни бұл мынаны бассаңыздар, мысалға ссылканы бассаңыздар, бірден Google дискқа өтеді. Міне мұғалімдердің фамилиясы, әркімнің өзінің фамилиясы бар, папкасы бар. Осы папкаға әркім өзінің құжатын сақтайды 3-ші бөлім бойынша. Енді қайтадан ұстазға өтейік. Осыдан біз өңдеу деген жерді басасыз. Өңдеу деген жерді басасыз да. Материал сілтеме, міне біз мектеп бойынша бір Google диск сілтемесін, ссылкасын ашып қойғанбыз. Мынаны дұрыстап тұрып көшіресіздер, до конца барасыздар да. Соңына дейін белгілеп аласыздар дұрыстап. Сосын копировать дегенді басасыздар. Сосын жабасыздар. Егер дұрыстап көшірмесеңіздер, мынандай көк боп жанбайды, ашылмай қалады. Енді қосу дегенді басасыз. Ары қарай мына жерге жоғарында материалдың атауы, өзіңіздің әдістемелік құралыңыздың материалының атауын жазасыз мысалға. Жаңа көшіріп алған ссылканы Ctrl-V болмаса оң жағын басып вставить дейсіз. Енді деңгей қандай сізде? Модератор болса білім беру ұйымының әдістемелік кеңесі, сарапшы болса аудан білім бөлімінің оқу әдістемелік кеңесі жатады. Сол енді хаттама, бұл оқу әдістемелігіңізді әдістемелік сараптамалық комиссия мүшесі қарайды әдістемелік кеңесінде. Соны жазасыз мысалға, қай күні қарады, қай күні шешім шығарды әдістемелік кеңес. Сосын сол хаттаманы жүктеп қойсаңыздар болады мына жерге. Жүктеп қойдыңыздар. Білім беру ұйымы өзі шығады. Так, өтіп жатқан мұғалімнің фамилиясы, лауазымы өзі шығады. Ары қарай сақтау дегенді басасыз. Ашқан ECP-іңізбен паролін терістеп подписать етесіз. Осылай әдістемелік құралыңызды енгізесіз.